Ассалаумағалейкум, дұрыс, пайғамбарды көрмеген енді керемет. Не деп айтты дедің ғой? 60 мың берсін деп айтты саған дейді. Біздше құлшылық қылған сайын құтырып бара жатырмыз ғой. Өзінікін ғана күшті қылып, қалған бәрін төмен қылып. Біз өзіміз бәленші қылып, анау кәпір, анау шықылып, анау бүйтіп құтырып сөйткеннен кейін заңның құрығы оп-оңай. Меккеге апарып, Меккеде лақтырды ғой бізді. Көп жұмыс істеймін, Қазақстанда мен кірмеген түрме қалмады. Сол жердегі ең мықты террорист мені шақырып айтады. Сіз осындай жастармен кездесесің бе дейді. Кездесем. Кішкене мына Украина бізге сабақ болсын. Қазір біздің ана телефонның коды сияқты әйелімізден біз қорқып, әйеліміз бізден қорқып код қойып жатыр ғой дейді. Кейін қандай код қойғанымызды ұмытып қалып жатырмыз да ауыстыра беріп. 2 жыл бұрынғы жазған WhatsApp-тағысын шығарып берді ғой. Соны өз сөзін айтты дейді ғой, сорлау, ит намаз оқыдың ау сен деп. Құдайдың алдына өтпей қалса не істейсің? Неге қабылдамадың деп бүйтіп тұра алмайсың Құдайға. Сондықтан намаздың өз шарты не? Намаздың шарты не? Намаздың шарты іштегі тәкаппарлықты сындыру, менмендікті жығу, басыңды жерге ұрған кезде мен боқ емес боқтан қабы деп Абай атамыз айтқандай, мына мұрныңмен жері шықылап, мұрнның Ханафи мазхабында мұрын тигізу міндет болады. Егер сәпсем ләпешке мұрын болмаса, мына мұрынды бүйтіп тигізіп кішкене жерге ышқылап, мен ешкім емес екем, бұның бәрі сенікі екен Құдай, мен түбі сенің адамың екем деп, мына тәкаппарлығыңды бүйткеніңді бүйтіп сындыр деген әңгіме. Намаздың түбі мақсаты сол. Оразаның түпкі мақсаты қарын аштық емес, аштықтарды ойлап, тәкаппарлық менмін дегеніңді төмен сындыру, бүйт төмен басу, міне осы болады. Төмен басу дегенде құл болып қалу емес, дұрыс арнаға даму. Біздше құлшылық қылған сайын құтырып бара жатырмыз ғой. Өзінікін ғана күшті қылып, қалған бәрін төмен қылып. Жоқ, осы дүниеден біз шығуымыз керек. Әсіресе мына кейінгі өсіп келе жатқан жастар, біздің кейінгі балаларымыз, мына бұрынғы бабаларымыздың кезінде мешіттерде көрдіңіздер ғой, суреттерде де бар, мына есіктері болмайды екен. Әйтеуір бір нәрсе біттірек қояды, терезе болмайды. Бір кісі бір жігіт түнде тахаджуд намазын оқиын деп, түнде мешітке кіріпті. Кіріп оқып жатса, түнгі тахаджуд намаз. Бір нәрсе артынан демалып тұр дейді. Ойласа керек, мені тексерейін деп жатыр екен ғой, кім екенін, қалай оқиды деп. Бұл да 6 рет оқитынды, 12 рет оқитынды, 18 рет оқып, әбден оқып, анау да кетпейді дейді артында. Сон бұрылып, ассалаумағалейкум рахматулла деп қараса, шарик екен ғой, кіріп кеткен, ит екен. Иттің демалған екен. Сон өз сөзін айтты дейді ғой, сорлау, ит намаз оқыдың ау сен деп. Ит жағылынса екен деп. Сонда Құдай қалып қалды дейді ғой мына жақта. Бұрын кезде банк деген болмаған, Каспий банк деген жалпы болмаған. Елдер ақшаны үйге тығатын шкаф ештеңе жоқ, сейіп жоқ о заманда жерді қазады екен. Жерді қазып көм қояды екен. Қазір біздің ана телефонның коды сияқты әйелімізден біз қорқып, әйеліміз бізден қорқып код қойып жатыр ғой дейді. Кейін қандай код қойғанымызды ұмытып қалып жатырмыз да ауыстыра беріп. Олар да сол бұрын кезде тығады екен, мына жерге тығады екен, бұдан тыға суырып алады екен, мынаған тығады екен. Жерді қаза бергеннен бір күні біреу ұмытып қапты Құдай ұрып. Қайда қазған? Қазат жоқ. Уже шатысып кеткен ғой миы. Содан не болса да молда біледі деп имам ағзамға кепті. Емеке, сен анша-мұнша вопрос шешесің депті. Шешем не болды депті. Мен осы Құдай ұрып, алтын тығып едім, білмей қалдым қай қатыққанымды депті. Тауып берем деп, тауып нәрсе. Қалай? Түнгіде тахаджуд деген намаз бар депті. Дәретті жақсылап алып тұрсаң, есіңе түседі депті. Жаңа кісі дәретін алып, бүкіл дайындалып, қыбланы кампуспен шығарып, в общем, не керек дайындалып тұрыпты ғой. Енді оқиын деген кезде шақ етіп ойына салып түсіпті. Жүгіріп кеп қасса селен шыға кепті. Сонымен тұрып, енді алтын табылды болды, мәселе шешілді. Сон ертең-ерте келіп, ана алтынымнан кішкене бір үлес берейін, рахмет молда деп келсе, имам сұрайды дейді. Қаншаншы рекағатында есіңе түсті десе, рекағат не бастамай тұрып түсті депті. Сөйтсе айтады дейді, әй біліп шайтан оқытпайды ау деп едім депті. Әй шайтан сені оқытпайды ау деп өзінде солай пландап едім деген екен. Айтқандай оқытпайды. Біз өз жақсылыққа, маған да сұрайды интернетте біреу. Осы намаз оқысам болды есінен бейдейді өткенде біреу. Мен сен бешбармақ жегенде есінесің бе? Жоқ дейді. Туалетке барғанда есінесің бе? Жоқ дейді. Неге есінесің бе? Өйткені арманың жеу ананы. Сен жұмыс істегің келмейді, жасағың келмейді, сол есінесің. Әлбетте құлықсыздық, мінезсіздік, тақатсыздық, тәртіпсіздік. Сондықтан қазір таза Қазақстан деп отыр ғой. Таза Қазақстан баяғыда өзі бар дүние, исламда, мұсылманда, ата бабамызда ішкен нәрсені лақтырма, темекіні түкірме. Насыбай атсаң қазақ, насыбайын көрінген жерге түкірмеген. Әдеп болған, тәртіп болған. Көрінген жерге нәрсе жасамаған. Кейінгі балаларымыздың әдеп, мынау енді мен үлкен кісілер екенсіз, сіздерге бәлен деп айтуда қиын. Мен мына кішкене көбінесе жастармен көп жұмыс істеймін да, Қазақстанда
Мен кірмеген түрме қалмады. Қанша түрме бар, бәріне кіріп шықтым. Ал премьер-министріңнен бастап бәрі түрмеде отыр. Ана интернетте айтып жатқан бәрі өтірік, сене бермеңіздер. Мен куәсімін. Бәрі түрмеде отыр. Бүйтіп сүмірейіп отыр. Баяғыда саусағын ұшын бермейтін адам бүйтіп отыр сүмірейіп. Мен барып кездесу өткіземін солармен. Енді қараңыздар. Сол жердегі ең мықты террорист мені шақырып айтады. Сіз осы мына жастармен кездесесің бе дейді. Кездесем. Сіз соларға айтыңызшы, мына түрмеге түспесін дейді. Өмір бойы бас бостандығынан айырған. Міне еркіндік қараңызшы, ешкім міндеп отқан жоқ. Қалайсың ба, кір, ақша сұрап отқан жоқ. Отыр, сөйле. Бұдан артық қандай жақсылық болады бізде? Бұдан артық жақсылық болмайды, болды, біз ең шыңында тұрмыз қазір. Егер осының қадірін білмей, жерімізді былғап, аузымызға ақ ит кіріп, көк ит шығып, сөйтетін болсақ, анау шетелден жатып алып оттағандардың біреулердің сөзіне ілесіп, біз қана қаңтарды аңсап жүргендер, біліңіздер, біз ондайға жібермейміз, ел жібермейді. Біз көрдік, қанды көрдік, басқаны көрдік. Ана бір теріс уағыз айтып жүрген бір бала, қаңтарға шығыңдар деген, сол шығарып, мен өз жамағатымнан бір 4 бала шығып, 4-інің де жаназасын мен оқыдым, өлді 4-і, шығармай кеткен. 4-інің әйелдері қазір біреу күйеуге тиді, ары қарай балалары қаңғып қалды. Әке-шешесі алдары етегі суға толып отыр. Біз соған жеттік. Сондықтан ақымаққа айыбы жоқ, ақымақты айдақтағанға не жоқ дейді. Сондай айдақтауларға сенбеңіздер. Балаларыңызды бұлай ие болып, қой балам дейтін бір әй дейтін әже, қой дейтін қожа болу керек. Сол үшін сіз бен біз анау менің де көңілім толмайтын жер көп. Бар, ондай болады. Біз тұрмақ Сауд Арабияда бар ондай нәрсе. Біз тұрмақ Швейцарияда болады ондай дүние. Бірақ бізде келе жатырмыз, тоба, шүкір деп мәртебеміз жетеді бұйырса. Асықпай, атан қазақ арбамен де жеткен. Осы жерде бізге арбамен ақ атпен жүріп қалып берген. Қазір ракетамен жүріп жете алмай жатырмыз ғой. Сол үшін кішкене мына Украина бізге сабақ болсын. Біреуді басам деп, біреудің бастырылудың астында қалып қалмауымыз керек. Ана кейбірге сасық көкірек бар бізде. Сол сасық көкіректі бейчік рас дегенде кішкене қойып, салауатты дұрыс қарап үйренуіміз керек. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген заманда тұрмыз. Сол үшін балаларымызды оқытып, кішкене түртіп, сол үшін жастар деп айтқанымыз сол ғой. Бірақ жастар болса, сөздің арнасын басқаға қарай бұрып алып келетін. Мен сіздер үлкен, былай да былай өмірдің біраз белесін көрген кісілер, балаларымызға дұрыс арна қылып, мына аузындағы боғауыздан басталады. Мен боғауызды бекер айтқан жоқпын. Сол сөздерді бүйтіп, өмірдің бірінші қадамы боғауызды тыю, жаман нәрсеге ие болудан басталады. Біреу айтады да, темекіні қалай қоям, тіліңе ие бол. Бір әйел кепті, күйеуі мұра береді, не істеймін деп. Тіліңе ие бол дедім. Қалай дейді? Вообще сөйлемей қойшы дедім. Ешкім теспейді саған дедім. Көшеде біреу таяқ ұрып кетті дейді. Тіліңе ие болсаң ешкім ұрмайды. Егер сен кетіп бара жатқанда, айдалада біреу кеп қолыңды қайырбаса, ана түрмедегі террористермен кездескенде айтам ғой. Тып-тыныш мешітке бүйтіп прямой барып, прямой шыққанда сені ұстап қамады ма десем, жоқ дейді. Ешкім тиіспейді саған. Тек біз біз демократиялық елде өмір сүріп жатырмыз. Бізге ешкім тиіспейді. Біз өзіміз бәлен шығып, анау кәпір, анау шұқып, анау бүйтіп құтырып сөйткеннен кейін заңның құрығы оп-оңай. Ана Бишімбаевтың сотын көрдіңіздер ғой бәріңіз. 2 жыл бұрынғы жазған WhatsApp-тағысын шығарып берді ғой. Одан бері 10 телефон ауысқан. 2 жылдың ішінде. Сөйтсе ана өшпейді екен ғой жазған нәрсе. Тұра береді екен. Сен ойлайсың, мен өшірді, мұны удалить у всех дегендер бар, ана бір білгіштер. Өшсе бәрін көшіп қалады деп ойлайды. Өшпейді, қорықпа. Шығарып беретін мекемелер жетеді бізде. Абайла, тыныш жүрсің, тоғы жүресің, айналып, көп жүресің, мешітіне бар, намаз бармасаң өзің біл. Әйтеуір не керек, біреуге қиянат жасама, жаманшылық жасама, ұрпағыңды дұрыс тәрбиеле, шетелге оқың десе оқыт, оқытпаса мемлекеттік сайрап тұрған адамнан данадан диплом сұрамайды дейді қазақ. Сайрап тұрсаң, жол ашық бәріне. Ал енді өзің анда шұқып, бір шұқып, мынаның басын бір шұқып, тұрақсыз болсаң, әлбетте еш нәрсе алға жүрмейді. Сөйтіп, ананы қосуға тура келеді, мынаны қосуға тура келеді, осындай дүние. Сол үшін Алла Тағала баршаларыңызға риза болсын, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Баршамыздың тағы да айтам, басымыздағы үлкен тәж, бұл ислам деген сөздің өзі тыныштық бір мағынасы. Сол тыныштықтан Құдай алмасын қазағымды. Қалғаны бір нәрсе болар. Сөзім ішіне айтып кеткен бір-екі мәселеге назар аударып кетейін, содан кейін сіздерде сауал болса. Біріншісі, мынау соңғы уақыт алаяқтық көбейіп кетті. Алаяқтықтың түр-түрі.
Ең сенгеніміз Мекке еді, Меккеге апарып, Меккеде лақтырды ғой бізді. Ең қасиетті жиып теріп, өліп, талып, бейтіп жинап, жаңа $1000, $2000 жинап бейтіп берген кезде Меккеде лақтырып кетті. Мен бір группалар апарып жүредім, қарасам, қазақтар бәрімен амандассам, бәрі амандасып, сөйтсем жерде жатыр аталар. Неге десем, біздің гостиница босамай жатыр әлі дейді. Соның мен группамды апарып қайтып келсем, әлі жатыр бұлар. Соны старший гидті шақырып алдым да, мыналар жайғастырмайсыз ба, не жатсыз десем, сөйтсем жаңа бірінші лақтырылған қазақтар екен сол жерде көріп. Содан кейін біздің бүкіл группаны жинадым қасындағыларға айттым, біз қосып алайықшы қасымызға, номерлері дайын болғанша. Өйткені алдыңғы бұл номер босау үшін алдыңғы группа ұшып кету керек, бұлар соның орнына кіру керек. Енді ана самолет жоқ болғаннан кейін бұлар шықпай қалған, мыналар жататын жеріне кіре алмай отыр. Міне осыдан құлап басталды. Содан қасымызға жатқыздық, біз де 1-2 күннен кейін қайттық, сонымен сол жерде қазақтардың күйі көріп едім. Ең сиынып барған жерден сол жерден лақтырып жіберді. Оның үстіне кішкене анау өзімізден де бар ана экономда, мен түсінемін енді байғыз. Бүйтіп қиналып, маған да біреу бүйтеді да, әкемді, шешемді жіберейін деп бір скидка бар ма? Әкеңді қиналып жіберме, ол қиналат жіберетін жер емес. Өзі дінде зорлық жоқ. Ораза ұстай алмасаң ұстама. Намаз оқи алмасаң тұрып, отырып оқы, отырып оқи алмасаң жатып оқы. Әйтеуір қинама жаныңды. Бұлар қарыз алып, бейтіп, қиналып, бейтіп біреу балардың аузынан жырып. Бұл не нәрсе? Бұл дұрыс қажылық емес ол. Олай істелінбейді. Өйтке барып жинақ, бір бала шешесін итеріп келе жатыр. Мен группа алып келе жатырмын, мамасын алып келеді. Мамасы айтады, балам жай жүр дейді. Мен ана дұға қылып үлгерейін десе, мама бала бүйтіп сілкініп, бүйтіп тез жасасашы деді. Оқ дедім де ұстап алдым балам, берге бер дедім. Мынау кім дедім? Мамам дейді. Сен менің көзімше, шешеңе осылай сөйлеп тұрсың, мынанша адамның көзінше, біз жоқ кезде қалай сөйлейсің сен мынаған дедім. Біз жоқ кезде қалай сөйлейсің дедім, мама жылап жіберді. Бұлай алып келіп бұл жерде қорғығанша дедім, үйде отыра берген дұрыс еді, Қарапештің қасында. Неге қорлайсың оны? Мекке мен Мәдине жолдың ұшы алыс сапар деп айтады барған кісі, әке шешеңді сыйласаң, Мекке болады саған үйдің іші. Сондықтан осындай алаяқтыққа, содан кейін мынандай жерге сілтемеге кір, мынандай нәрсені жібер, мынандай нәрсені аударып ал, мынандай нәрсеге бүйт, осынша қиналып жатырмын, өліп бара жатырмын, маған ақша бер деген адам ашық келіп айтады сізге. Көзіңмен көресің, оның өзін тексеру керек. Шақырып алып сөйлесетініз, барып көріңіздер. Рас па, өтірік па? Одан кейін шын мұқтаж адам сұрамайды екен ғой. Оның мына бетінің арыз жібермейді. Қойшы дейді. Осындайға сене беру, ақша аударудан қаншама миллиардтаған ақшамыз шетелге кетті. Қайтып келмейді ол ақша. Сол нәрсеге ие болып, мынау карточкаларыңызға кодтарыңды 4 цифр жіберем, 5 цифр жіберем деп талай маған да кепті бір бала. Мешітте отырған осылай. Айт балам десем, мен түс көрдім дейді маған. Түс көрдім дейді. Не болды? Мұхаммед пайғамбарды көрдім деді. Қорымдан қарап тұрдым. Ассалаумағалейкум, дұрыс пайғамбарды көрдім деген енді керемет. Не деп айтты дедің ғой? 60 мың берсін деп айтты саған дейді. Пошел вот дедім. Пайғамбар саллаллаху 60 мың сұрамай ешкімнен ол. Бұл енді алаяқтық деді. Соны тұрды енді сен бермейсіз бе дейді. Жарайды енді 60 мың берші болмаса дейді. Пайғамбар десе берші береді ме деп ойлады ғой. Сондықтан осындай алаяқтықтар өте көп, өтірікке онда иланбаңыздар. Біреу айтады, кім айтады? Мұлла Али Қаридің сөзінде келеді. Егер дейді, біреу Аллах деп аяғы көтеріліп кетсе дейді аспаннан, сене берме оған дейді, оны шайтан көтеріп тұруы да мүмкін дейді. Сосын абайлаңыздар, сене бермеңіздер. Ол алаяқтыққа. Ол біз ақ көңіліміз байық сенеңіміз келеді. Бір анау шынайы жылап тұрса, көңіліміз бос қой біздің, былай бергіміз келеді. Ол дұрыс нәрсе. Бірақ кім мақтайды? Бергенді мақтай ма Құранда? Жоқ, орны тауып берілгенді мақтайды. Орын тап. Қатты бергің келсе. Ең жақсы жәрдем беру ағайынға бауырмашылық бір-бірімізге беруіміз керек. Садақа әкеге берілмейді. Садақа шешеге берілмейді. Садақа атаға берілмейді, әжеге берілмейді. Жоғары қарай. Садақа балаға берілмейді, немереге берілмейді, шөбереге берілмейді. Садақа көмек бере бересің, бірақ садақа берілмейді. Садақа бауырға беріледі, қарындасқа беріледі, бұларға былай берілесің, жоғары төмен беруге болмайды. Неге? Өйткені әке шешені, ата әжені бағу міндет, бала шағаны бағу міндет. Ол садақа емес. Бір бала, жастар естіп алыңыздар, бір бала папасына ақша берейін деп кошелегін ашыпты бүйтіп. Сөйтсе әке сұрапты, балам не істейін деп жатсың? Әке саған ақша берейін деп жатырмын десе. Менің алдымда ақша санама балам деген екен. Қайыршының алдында санайды, мен сенің бұлыңа мұқтаж емеспін деген екен. Мұқтаж емеспін.
Маған санамай бер. Мен саған еңбегімді санаған жоқпын, ей бала. Санама маған деген екен. Бермесең бермей ақ қой, бірақ маған санама. Сенің алдыңда мен телміріп тұрғым келмейді балам деген екен. Бір әке балаға қайырылып, балам, енді ажал бар жерде, өмір бар жерде ажал бар. Өліп қалсам не істейсің десе, ас берем. Ел қатары, ел күшті қылып шығарып салам. Жылқы соясың ба, сиыр соясың ба десе, жылқы соям әке депті. Палау істейсің ба, бешбармақ істейсің ба десе, бешбармақ істеймін, сіз жақсы көретінсіз десе, қазір іштес, өлмей тұрып қарным ашып тұр депті ғой. Өліп қалғаннан кейін не пайдасы? Бешбармақ істеймін ма, палау жей ма бұлар, какая разница саған не жейді? Сен кеткеннен кейін бәрі болды емес пе саған ол? Анау табытын былай шығарып қойып, еркек жылап отыр, кемпірім жақсы адам еді, мен сыйламаппын, қадіріне жетпеппін деп. Тірі кезінде қайда қалдың? Ұрып, соғып, текпілеп, абыройын төгіп, жерден алып, жерге салып, сенің сасық киіміңнен дейін жуды, бір ауыз міндет қылмай. Оның өзін қол сияқты көрдің міндетті деп. Негізі міндет емес. Бірақ міндет сияқты мойнына алған адамға бір рет рахмет айтуға жарамасаң, өлгеннен кейін сен жылағаның атаң қазақ айтқан емес пе, бабаларымыз. Тіріңде сыйласпасаң, өлгенде не керек жыласып? Әшейін елге көрсетудің керек не? Сондықтан осындай алаяқтықтың басы осындай нәрседен шығады. Үлкендер тыңдап, сондай нәрсеге ілеспеңіздер. Ең жақсы банк, алаяқтық, ең жақсы банк әке шеше деген банк қой. Берсең қайтып аламайсың. Егер ол екеуі дүниеден өліп кеткен болса, екінші банк бар. Әйел деген банк бар. Тоқал деген емес. Әйел деген банк бар. Соған берсең, одан аламайсың соң кейін. Жалынып жүресің, берші деп. Бермейді ол. Ол балаларына жұмсайды, сөйтіп болады. Енді әйел совсем не болса, оңға солға шаша беретін болса, сумкадан сумка, қызыл тряпкадан кейін көк тряпка, онда оған беруге болмайды. Киімін әперу керек. Енді сондайлар бар болса дегенім ғой. Тырнағымды өсіруім керек, осынша мың теңге керек, бетім осынша керек дейтін болса, онда қоя тұрғанда. Онда киім береміз дейсіз. Жақсы. Екінші айтылатын мәселе мынау суицид деп айтылады. Өз-өзіне